Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақта біз сендермен сан есімдермен танысуды әрі қарай жалғастырамыз. Здравствуйте, ребята! Сегодня на уроке мы продолжаем с вами знакомиться с именами числительными. Сан есімдердің 5-ші түрі топтау сан есімдері. 5-й вид имени числительного группирующие числительные. Олар нешеден, қаншадан деген сұрақтарға жауап береді. Они отвечают на вопросы «Поскольку?». Және де септік жалғаулар, яғни шығыс септік жалғаулары жалғану арқылы жасалады. А также они образуются при помощи добавления исходных падежных окончаний дан, ден, тан, тен. Мысалы, например, үш-үштен тұр, стоят по трое. Он оннан салды, положил по 10. 50-60-тан алдым, взял по 50-60. 80-нен саттық, продавали по 80. Сан есімдердің соңғы 6-шы түрі бөлшектік сан есімдер. Последний 6-й вид имени числительного дробные имена числительные. Олар неше, қанша, нешесі, қаншасы деген сұрақтарға жауап береді. Они отвечают на вопросы «Сколько?», «Какая часть?». Және де төмендегідей жасалады, а также образуются следующим образом. Септік жалғаулары жалғану арқылы, яғни шығыс септігін жалғаулары арқылы. Образуются с помощью добавления исходного падежа дан, ден, тан, тен, нан, нен. Сонымен қатар жарым, жарты, ширек, бүтін сөздерінің тіркесінен, а также с помощью сочетания следующих слов жарым, жарты, ширек, бүтін. Бөлшектік сан есімдер жай бөлшек және күрделі бөлшек болып бөлінеді. Дробные имена числительные подразделяются на простую дробь и на сложную дробь. Мысалы, например, бірінші түрі первый вид жай бөлшек, простая дробь. 3-тен 1 бөлігі, 1/3 часть. 2,5%, 2,5%. 2-ден 1, 1/2. Және екінші түрі күрделі бөлшектік сан есімдер, а также второй вид сложные дробные имена числительные. 4,5, 4,5. Енді сендермен сан есімдердің жалпы түрлерімен танысайық. Сан есімдер 3-ке бөлінеді. Біріншісі тұлғасына қарай. Теперь давайте познакомимся с вами с видами имени числительных. Они подразделяются на 3 основных вида. Первое по форме. Негізгі, основные. Бір-бірден жасалады. Образуются из одного корня. Мысалы, например, 1, 1, 10, 10, 100, 100, 1000, 1000. Туынды, производный. Түбірге жұрнақ қосылу арқылы жасалады. Образуются при помощи добавления суффикса к корню. Мысалы, например, бірінші, первый, қырқыншы, 40-й, төртеу, 4 или 4, алтау, 6, 22-ден по 25. Екінші түрі, второй вид, құрамына қарай, по составу. Дара, простые. Бір ғана түбірден тұрады, состоит только из одного корня. Мысалы, например, 8, 8, 70, 70, 20-шы, 20, 60-шы, 60, үшеу, трое, бесеу, 5. Және күрделі и сложные. Кемінде 2 сөзден тұрады. Как минимум состоит из 2 слов. Мысалы, например, 11, 11, 33, 33, 76, 76, 165, 165. Және де үшінші түрі мағынасына қарай. А также третий вид по значению.
Олар 6 топқа бөлінеді. Они делятся на 6 групп. Бірінші, есептік, количественный. Мысалы, например, 1, 1, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 100, 100, миллион, миллион. Екінші, реттік, второй, порядковый. Мысалы, например, бірінші, первый, оныншы, десятый, отызыншы, тридцатый, жүзінші, сотый. Үшінші, жинақтық, третий, собирательный. Мысалы, например, біреу, один или одно. Екеу, двое, үшеу, трое, төртеу, четверо, жетеу, семеро. Төртінші, топтау, четвертый вид, группирующий. Мысалы, например, бірден по одному, оннан по 10, отыздан по 30, мыңнан по 1000. Бесінші түрі, болжалдық, пятый вид, предположительный. Мысалы, например, ондаған, десятки, жиырмадай, около 20, жетіге жуық, примерно, приблизительно к 7. Алтыншы түрі бөлшектік, шестой вид, дробные. Мысалы, например, 3-тен 4, 3 четвертых, 5,4, 5,4. Осымен балалар, сан есімдер туралы сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Видео пайдалы әрі қызықты болса, лайк басуды ұмытпа. На этом, ребята, наш урок про имени числительные завершен. Благодарю вас за внимание. Если видео вам было полезным и интересным, не забудь поставить лайк.